Келесі 500-ші есебіміз біріншісін шығарайық. Минус 4а көбейтілген 5. Сан мен санды көбейтеміз, ол минус 20-ға тең болады. Аның өзін жазып қояды екенбіз. Келесі екіншісі 8v көбейтілген минус 3. Көбейтсек 24 кете болады, минус 24 v болады екен. Келесі үшіншісі минус 5 с көбейтілген 2 минус 10 с-ға тең болады екен. Келесі төртіншісі 4х көбейтілген минус 3 тең. Сан мен санды көбейтсек минус 12х болады екен. Келесі бесіншісі 9y көбейтілген минус 5. Көбейтіндісі минус 45-ке тең болады. Y-ті қасына жазып қоямыз. Келесі алтыншысын шығарайық. Минус 7m көбейтілген минус 8. Минус 8 бен 7-ні көбейтетін болса, 56-ға тең болады. m-нің өзін жазамыз. Келесі жетіншісін шығарайық. m көбейтілген минус 3 көбейтілген минус 5. Екеуінің көбейтіндісі 15-ке тең, 15 m болады екен. Келесі 8-шісі n көбейтілген 7 көбейтілген минус 2. Так, минус 14 m болады. Келесі 9-шысын шығарайық. Минус k көбейтілген 5 көбейтілген минус 3. Так, 2 минус плюс бұл көтереді, сонда 15k-ға тең болады екен. Келесі 501-ші есебіміз. Үшбұрыштың периметрі 29 сантиметр. Яғни үшбұрыштың периметрі ол А қосылған В қосылған С-ға тең. Ол бізде 29 сантиметрге. Енді оның бірінші және екінші қабырғаларының қосындысы 16 сантиметрге тең. Және А қосылған В ол бізде 16 сантиметрге тең екен. Екінші және үшінші қабырғалардың қосындысы В қосылған С бұл бізде 20 сантиметрге тең. Енді үшбұрыштың қабырғаларын табыңыздар, үшбұрышты салыңыздар депті. Яғни С қабырғасын тауып алайық. С қабырғасы дегеніміз, біз периметрден азайтайық А қосылған В-ны. Себебі периметр А қосылған В қосылған С еді ғой. Бізде А мен В-ның қосындысы бар және периметр бар. Сонда 29-дан азайтамыз 16-ны. Сонда С қабырғасы тең болады бізде 13-ке. Енді А қабырғасын табайық. А қабырғасы дегеніміз ол 29-дан азайтамыз В қосылған С-ны. Себебі А қосылған В қосылған С 29-ға тең еді ғой. В қосылған С-мыз 20-ға тең. Сонда ол 9-ға тең болады екен. Бұл бізде А қабырғасы. Енді В қабырғасы қалды. В қабырғасы ол 29 азайтылған А қосылған С. А мен қосылған С-ның нәтижесі 13 бар жазайын. 13 қосылған 9 тең болады. Сонда 7 сантиметрге. Сонда В қабырғасы 7 сантиметрге тең. Енді периметрдің орнына қайтадан қойып есептейтін болсақ, біздің периметріміз 29-ға қайтадан тең болады. Енді үшбұрышты салыңыз деген. Қандай да бір үшбұрышты салайық. Бірақ оның қабырғалары бір-біріне тең болмау керек. Сонда А, В, С деп белгілейін. Яғни өздеріңіз толыққанды басқаша бір үшбұрышты салыңыздар да болады. Себебі қабырғалар бір-біріне тең емес қой. Сонда А қабырғасы тең болды бізде 9-ға, В қабырғасы тең болды бізде 7-ге, С қабырғасы тең 13-ге. Бұмен есебіміз аяқталды.